Саламатсыз ба, Бағдат апа, қалайсыз? Қалай жағдайыңыз, жақсы ма? Ол 5 жасар, 4-5 жасар қыз, садикке баратын қызы, кәдімгідей құрт болып кеткен да, ішінде кәдімгі жаралар бар екен да. Оған сол бағанағы эпам 11 и кишечный фитосорбент и одан кейін бауыр чайын берді. И айтты, мен топевичкамда зиян жоқ деп. Соны берген екен, кәдімгідей құрттар түсті дейді ғой. Оның шешесі бағанағы тригелмен сол бағанағы дренаж чайын, бауыр чайын берген ғой. Шешесіне де вообще ұзын құрттар шешесіне де түсіп жатыр, қызынан да түсіп жатыр. Не ғой, туалетке барғам ғой. Ұзын құрттар түсіп жатыр ғой. Өзім жосып кеттім бар ғой. Қызым айтады ғой, мама, ана садикке үлкен дәретке шыққан ем, дәу құрттар түсті дейді ғой. Апайым қорқып кетті деп қойды ғой.